Бибігүл Иманғазина, Тауқымет, 18 бөлім. Аяғынан ғана көріп келе жатқаны болмаса, денсаулығына өкпесі жоқ еді. Енді жүрегі жиі сыр беретін болып жүр. Дәрігердің айтатыны, ұшақпен жиі ұшуға болмайды. Автокөлікпен ұзақ уақыт ел аралауға болмайды. Жүйкеңізге күш түсіруге болмайды. Уақытында ем алып, уақытында тамақтанып жүру керек екенін өзі де біледі. Бірақ мойнындағы міндеттер мен талаптар бәрінен де күшті болып тұр. Сол міндеттер мен талаптар үшін үлкенді-кішілі шенеуніктермен бірде тіл табысып, бірде бет жыртысуға дейін барады. Жиналып қалған хаттарды оқып таусалар емес. Алдына шай әкеліп қойып жатқан Наташа. Бибана, Әуезов ауданында тұратын Сәуле Аллабергенова деген әйелдің жағдайы өте қиын екен. Баласы келіп кетті. Біздің қоғам туралы енді құлақтанған сияқты. Мына хаттардың ішінде Сәуленің де хаты бар деді. Сәуленің хатын тауып алды. Хаттың аяғындағы: Бибана, менің жағдайымды көру үшін уақыт тауып келіп кетсеңіз екен. О дүнияда да, бұл дүнияда да сізге риза болар ем. Келіңізші, өтінемін. Құдай үшін, келіңізші, деген жазба сай сүйегін сырқыратып, орнынан қалай тұрғанын өзі білмей қалды. Валера, қазір Әуезов ауданында тұратын мүгедек ананың үйіне барамыз. Құлауға әзер тұрған қаланың шетіндегі жатақхананың 7-ші қабатында тұратын Сәуленің бөлмесін табу қиынға түскен жоқ. 7-ші қабатқа көтерілгенше шаршап қалған Сана ашық тұрған есікті сәл ысыра бергенде іштен: есік ашық, кіре беріңіз деген әйелдің әлсіз дауысы естілді. Екі жағы терісіне жабысып, жақ сүйектері адырайған, шарасынан шығардай бадырайған көзі мұң мен қасіретке толы тірі өлік кейпіндегі Сәуле. Бибанамысың? Келдің бе, жаным-ай, келдің бе? Деп көзінен көл болып аққан жасын тия алмай біраз отырып қалды. Сәлден кейін әлсіз даусымен: үкіметтің жұмысын жан аямай, күн-түн демей істедік қой деп сөзін бастады. 6 жылдан бері төсегімнен тұрған емеспін. Үлкен ұлым әскерден жақында келді. Базарда, вокзалда жүк тасып, қолына ілінген қара жұмыспен айналысады. Кіші ұлым 9-шы сыныпта оқитын. Бір күн барса, 3 күн бармаған үшін мектептен шығарып жіберіпті. Сәуле, мектептің директоры немесе балаңыздың сынып жетекшісі сіздің осы жағдайыңыздан хабардар ма? Сәуле тамырлары адырайған қолын түңіле сермеді. Жоқ, олар білмейді. Тіпті бір ретте келген емес. Олар деген өздерін анау президенттен де жоғары санайды емес пе? Жарайды, олармен өзім кездесемін. Сіздің осы уақытқа дейін біздің қоғам туралы естімегеніңізге таңданып отырмын. Көріп отырсыз ғой, теледидар, радио деген атымен жоқ. Газет-журналды да маған ешкім әкеліп бермейді. Осы жақында үлкен балам Ана Сейфуллиннің бойындағы жұмыссыздармен әңгімелесіп тұрып, мен туралы әңгімесін бастаған ғой. Сөйтсе бір жігіт: сен неге Бибанаға барып жағдайыңды айтпайсың? Менің де әйелім мүгедек. Бір емес, 2 бірдей балам университетте оқиды. Биба ана оқу ақыларына демеуші тауып берді. Келесі жылы екеуі де бітіреді. Сессия сайын балаларды шақырып алып, қалай тапсырғандарын тексеріп отырады. Ойпырмай, мұндай қоғам жер жүзінде жоқ шығар. Біреулерге пәтерде алып беріпті депті. Балам сол күні жүрегі жарылардай қуанып келді. Шынымды айтсам, Бибана, сізден де күдерімді үзіп отыр ем. Айып етпеңіз, біреуге сенуден қалдық қой. Тек жыламаңыз. Ең бірінші сіздің пәтеріңіздің мәселесі шешілуі керек. Сосын кіші ұлыңыздың қайда оқитынын айтыңызшы. Осы жерден қашық емес деседі. Есік сарт ашылып, ұзын бойлы қара торы жігіт кіре салысымен: Бибана, саламатсыз ба? Міне сіздің суретіңізбен шыққан мақаланы сіз туралы айтқан жігіт әкеліп берді, деді күлімдеп. Жігіттің қуанып тұрғаны бет-әлпетінен байқалып тұр. Атың кім, жаным? Айдар. Ініңнің аты кім? Айбар. Сәуле. Барлық шаруаны бұдан былай Айдар екеуміз тындырамыз. Қазір Айдар екеуміз мектепке барып, Айбардың жағдайын білейік. Ал пәтер мәселесін қаланың әкімінің алдына қоярмыз. Сана сөмкесінен конверт шығарып: әзірге мына ақшаны сізге өз тарапынан берілген көмек деп қабылдаңыз, деді. Қара костюм, ақ жейде киген, қызыл шырайлы, шашын жылмай татарап, желкесіне түйген орта жастағы әйел Сананы күлімдеп қарсы алды. Бибана, сіз туралы көп естимін.
Мен осы мектептің директорымын. Тап бүгін біздің шаңырағымызда көрермін деп ойламаппын. Біз сияқты адамдардың жұмысы да бастан асып жататынын білесіз ғой. Сондықтан келген жұмысымды бірден айта берейін. Айбар Аллабергенов деген 9-шы сыныптың баласын білетін боларсыз. Әрине. Қазір мен сол сыныптың жетекшісін шақырайын. Бибана, тыныштық па? Тыныштық болса мен бұл жерге келе қоймас ем. Айбардың анасы мүгедек. Бірнеше жылдан бері орнынан тұрмайды екен. Мынау ағасы. Жақында ғана әскерден келіпті. Ал Айбар күні бойы базарда, вокзалда жүк тасып күндік тамағын табатын көрінеді. Айбардың анасының жағдайы өте ауыр. Менің білуімше, сіздің қолыңызда тұрмысы төмен оқушылардың тізімі болуға тиісті. Директор басын төмен тұқыртты. Есіктен кірген ақсары келіншек, саламатсыздар ма деді. Сағымжан, Бибана туралы естіп жүрген боларсың. Я, естіп жүрмін, саламатсыз ба? Айбар Аллабергенов туралы не айта аласыз? Оны мектептен шығарып жібердік қой. Не үшін? Сабаққа бір күн келсе, 3 күн келмейді. Тағы өзі дөрекі. Сіздерде мектептен баланы шығаруды сыныптың жетекшісі шеше ме? Жоға. Сынып жетекшісі міңгірлеп, тершіген маңдайын сүрткіштеп абыржыды да қалды. Айбар сияқты талай бала жылап еңіреп жүрген болар. Мен қазір Әуезов ауданының басшысына барамын. Маған тұрмысы ауыр балалардың тізімі мен оларға қандай көмектер қарастырылғаны туралы ақпар берсеңіз. Бибана, бүгіннен бастап Айбардың жағдайын өзім біліп тұратын боламын. Бізден бір кемшілік кетіпті. Жарайды, директор ханым. Бүгін жетекшісімен Айбардың үйіне баратын болыңыз. Екі жақтап жұмыс істеп көрейік. Пәтерге кезекке тұрған екен, әлі кемінде 7 жыл күтесіз депті. Онымен өзім айналысамын. Айбардың анасының 7 жылға жететін ғұмыры бар жоғында ешкімнің ісі жоқ. Аппақ жағасы да өзде едірейіп тұрған, сыр костюмы су жаңа, қап-қара мұрты қиылған кішкене әкім Сана Сарбазқызының алдынан шығып, Бибана, төрлетіңіз деді. Сана Сарбазқызы бүгінгі көрген білгендерін айтып еді. Әкім, Бибана, қазіргі жағдайды білесіз ғой деп міңгірледі. Мен сіздің алдыңызға заңды білетін адам ретінде келіп тұрмын. Бүгіннен бастап Сәуленің отбасына қаржылай болсын, басқалай болсын, материалдық көмек берілсе деген тілекпен келіп отырмын. Ең бастысы, Сәуленің жағдайының ауырлығын тілмен жеткізе алмаймын. Сондықтан ертең менімен бірге барып, өз көзіңізбен көргеніңізді қаланың әкіміне баяндап бересіз. Сәулеге пәтер алып беретін болайық. Кезекте тұрғандарына бәленбай жыл болса да, кезегі жылжымайтын ауруға ұшырапты. Менің сізден талап етіп отырғандарым заңды ма, заңсыз ба, ертеңге дейін бәрін тексеруіңізге болады. Ертең уақытым бола қояр ма екен? Мен сізге сенемін, дегенмен тексеруін тексертейін. Сізді күтіп тұрған бір адамды көрмедім. Жылаған сықтағанның алуан түрін көргіңіз келсе, сіз менің жұмыс орныма келіп кетсеңіз болады. Мен біреуге жамандық жасау үшін алдын ала ол адамға ескерту жасап аламын. Жамандаспайық. Ертең мені күтіңіз. Көлігіне отырысымен Сана көзін жұмып, қалың ойға шомды. Өздері мектепке, мешітке қарағандай табынып өсіпті. Бұл не деген сұмдық? Ет сасса тұз себесің, тұз сасса не себесің деген аталы сөз тап бүгінгі білім ошақтарына арналғандай. Әдеттегідей жұмысына бару үшін аулаға шығатын есікті аша бергенде, көлігінің жанында жылап тұрған аула сыпырушы Айгенжені көріп, тыныштық па, неге жылайсың деді. Бибана, жағдайымыз қиындап кетті. Сізді мазаламайын-ақ деп. Мектептегі ай сайын жинайтын ақшаларын енді 3 мыңнан да асырып жіберіпті. Біздің жағдайымызды білесіз ғой. 4 балаға 3 мыңнан төлегенде 12 мың төлеуім керек екен. Оларға бергенше осы 12 мыңды мен балаларымның киім-кешегіне жұмсамаймын ба? Дені сау. Күйеуі бар әйел жылап тұрса, жалғыз елікті мүгедек ананың күні не болмақ? Жүр, бізді сол мектепке алып бар. Ойбай, сосын олар балаларыма күн бермейді. Тек өзіңіз басқаша жолмен сөйлесіп көрсеңіз. Қылмыстың беті ашылу үшін оған дәлел керек емес пе? Жарайды, маған балаларының аты жөнін, қай сыныпта оқитындарын жазып бер. Әуелі телефонмен директормен сөйлесіп көрейін. Сана Сарбазқызы сөмкесін ашып Айгенжеге қағаз бен қаламсап берді. Ата-аналардан анаған керек, мынаған керек деген сылтаумен мектептің ай сайын ақша жинайтындарын қойғызудың мүмкін еместігін айтып,
Өздері мүгедек аналардың балаларының тізімін жасап, білім министрлігіне жіберген. Көп ұзамай хатына жауап келді. Министрдің мөрімен қолы қойылған хатта ата-аналардан ақша жинауға ешбір мектептің директорының құқы жоқтығы айтылған. Барлық мектептің директорларына министрлік осы хатының көшірмесін жіберген болатын. Министрдің бұйрығына мектептің директоры бағынбайтын болса, ол директор кімге бағынады? Кабинетіне кірісімен телефонға жармасып, мектептің директорының нөмірін терді. Амандық саулықтан соң Сана Сарбазқызы жағдайды айта бастап еді. Директор ханым, мен 23 жылдан бері осы мектептің директормын. Еш уақытта ешкім менің жұмысымнан кінә тапқан емес. Не істеп не қоятынымды жақсы білемін. Мектепке еркімен көмек көрсететіндерден ғана ақша қабылданады. Біреу айтты екен деп, сау болыңыз деп тұтқаны тастай салды. Қара мұны, өлетін бала молаға қарай жүгіреді деген осы. Ертеңіне кабинетінің алдында өзін бір құшақ гүлмен күтіп тұрған сұлу қызбен амандасып, сіз кім боласыз деді. Мен кеше сіз телефон соққан мектептің директорының орынбасарымын. Кеше менің бастығыммен араларыңызда түсініспеушілік болып қалған екен. Сізден ол кісі үлкен кешірім сұрайды деп, бір құшақ гүл мен бір қорап кәмпитті столдың үстіне қойды. Бұл гүл мен мына кәмпит балалардан жинаған ақшаға алынып отырғаны айтпаса да түсінікті. Сондықтан алып кетіңіз. Қабылдай алмаймын. Кешіріңіз, қабылдай алмаймын. Наташа, бүгін келген хаттарды әкелші. Менің жұмыстарым көп. Сау болыңыз. Алматы қалалық білім департаментінің басшысы Мира Игембаева мен талай мәселе бойынша кездесіп жүретін. Мира ханым орында екен. Сана Сарбазқызын мұқият тыңдап алып, көмекшісін шақыртты. Жас жігіт ішке кірісімен, Бибана, мен сіздің кітабыңызды бір емес 2 рет оқып шыққанмын. Денсаулығыңыз қалай? Сіздің қызыңыздың опера режиссері екенін жақында білдім. Қандай керемет. Сіз деген батыр анасыз ғой, батырсыз. Өз балаларыңызды аяғына тұрғызып, енді халықтың балаларының жағдайын күні-түні ойлап жүрсіз. Сізге рахмет деп мәз болып тұр. Тап бүгін осы жерде осыншама мақтау естемін деп ойламаған ем. Алла көңіліңді көтерсін. Мира ханым көмекшісіне қарап езуін тартты. Бұл жігіт өзі операны жақсы көреді. Білмейтін композиторы, режиссері жоқ. Маған енді мектептерге бөлінетін қаржылардың тізімін әкелші. Мира ханым көмекшісі әкелген бір құлаш қағазды алдына қарай ысырып қойды. Міне, қараңызшы, 1.900.000 теңге тек қана ұсақ түйекке бөлінеді. Ал олар болса, ата-аналардан ақша жинауларын қояр емес. Қанша рет тексеруге комиссия жібердік. Енді амал жоқ, әр мектепті тексеруге өзім барамын. Бұл бір амалын таптырмайтын мәселе болып тұр. Мен айтып отырған Айгенженің өзі біз тұратын үйдің ауласын сыпырады. Күйеуі күзетші. Анасына көмекші болып жүрген үлкен қызы 14 жаста екен. Сол қызы жаз бойы анасымен бірге аула сыпырады. Бейшара Айгенженің де күйеуінің де денсаулығы жоқ. Өздері өте жүдеу. Сіз тексергенде ең алдымен әр мектептегі тұрмысы нашар балалардың тізімін талап етіңізші. Олардан алмау керек, оларға беру керек қой. Жетімнің болашағына балта шабудың қиянат екенін дәріптеу осы сіздің кабинетіңізден басталса ғана жемісін беретініне менің шүбәм жоқ. Мүгедек аналардың балаларының тізімдері қолдарында. Әзірше біздің балаларымызға тиісіп жатқан жоқ. Я, солай ғой. Сосын ол мектептің тағы бір сорақылығы, мектептің ауласын терезе шығаратын біреулерге жалға беріп қойыпты. Балалар бұрынғыдай қақпадан кіре алмайды. Кішкене бір қуыстан кіруге мәжбүр. Тағы сол жақтан автокөліктерде қыстырылып жүріп жатыр. Балалар үшін өте қауіпті. Өзіңіз барып көрсеңіз, бәрі түсінікті болады. Мен бүгін онымен өзімде айналысамын. Директордың тағы бір былықтарымен таныс болсын деп айтып отырмын. Арада 3 күн өтпей мектептің ауласы босатылып қақпасы ашылды. 23 жыл директор болған мықты орнынан алынды. Жанына келген қызына шағынғандай болып басын шайқады. Бір директорды орнынан алумен ештеңе бітпейді. Балаға тәлім-тәрбие, білім беретін жер мешіттей таза болу керек. Барлық мектепте менің ұстазым Таупихтай бір адам болса, мектепке деген жұрттың көзқарасы өзгерер еді-ау. Мамеке, елімізде сен сияқты игі жандар көп болса, мына өмір мүлдем басқаша болар еді. Әлі жас мемлекетпіз. 50 жылдан кейін бәрі басқаша болады. Оған мен сенемін. Мен оны көре алмаймын ғой. Сендер көресіңдер. Айтқандай,
Сенің театрыңда бірдеңе өзгеретін түрі бар ма? Жоқ. Әзірге бәрі сол қалпында, бәрі баяғыша. Директорға жағынуың керек. Тек сол директордың көңіл күйін аулай алатындай талантың болу керек. Солай де. Енді сен екеуміздің бойымызда ондай таланттың жұрнағы да жоқ. Сондықтан тек еңбегіңе ғана сен. Есесіне Алла тағала саған шынайы талантты аямай берген. Тек еңбек, тек тазалық, бар тығырықтан алып шығатын осы екеуі ғана. Жалпақтау мен жағыну қолымнан келмейді. Қолынан келетіндерден жапа шегуді менің маңдайыма жазған болу керек. Ол тек қана сенің маңдайың емес, жалпы қазақ атаулының маңдайына ойып тұрып жазылған қасірет. Қазақ болғалы, қазақтың бар жақсылығын жойып келе жатқан да сол қасірет. Білімді, білікті, талантты адам біреудің өзін мақтағанына зәру емес. Сол зәру еместігімен ғана бастықтың тобырларының қандарын қайнатып, іштерін күйдіреді. Мамеке, айран ішіп алайық та, ұйықтауға жиналайық. Ертең жұмысым көп. Қарттары мен жетім жесірлерін, мүгедектерін қорғамайтын мемлекет, өзін-өзі сыйламайтын мемлекет екенін үлкенді-кішілі шенеуніктерге түсіндіріп жатудың құр әурешілік екеніне сананың әлдеқашан көзі жеткен. Бірақ шешілуге тиісті мәселелердің шешілмейтіні өзі үшін де шешілмейтін жұмбақ. Кеше мүгедек ананы бір емес бірнеше рет қабылдамай қайтарып жібере беретін бірін шенеунікке телефон соғып себебін білгісі келіп еді. Ол: «Бибана, маған сіздің атыңыздан екенін айтқан жоқ қой», деген жауабына қапелімде жауап айта алмай аз-кем кідіріп қалды. Бұл не сөз? Қоларбада отырған мүгедек анаға қандай дәлел керек? Айтыңызшы. Жазу столында отырғанына жарты сағаттай уақыт өтсе де ойын жинай алар емес. Кішкене күннен анасының көз жасы мен жоқшылықты көріп өскен баланың болашағы қандай болмақ? Әр аймақтан ай сайын мүгедек аналардың мектеп жасындағы балаларын қарсы алып, қонақ үйлерге орналастырып, дәрігерлерге тексертіп, Алматының әсем жерлерін аралатып, әр қайсына мүгедек аналардың қолынан шыққан ұлттық нақышта тігілген киімдерді кигізіп, ауылдарына шығарып салып келе жатқандарына да талай жыл болыпты. Бір айдың ішінде өңдері кіріп есейе қалатындары Сана Сарбас қызын қуантса да, сол балалардың болашағын ойлай береді. Асырауында балалары бар мүгедек аналар деген сөздің кейбіреулерге ұнамайтынын естіген сайын, тауқыметтің дәмінің өте ащы болатынын әлі сезбеген жан екені іс-әрекетінен көрініп тұрған жанға несіне өкпелеймін деп өзін-өзі сабасына түсіреді. Соңғы кезде кімді кінәлап, кімге өкпе айтарын да білмейді. Әйтеуір ешкімге істеген қиянаты болмаса да, біреудің ала жібін аттамаса да, өзіне жан-жақты қысым жасалып жатқаны айдан анық. Не үшін? Өзі бірнеше жылдан бері мүше болып келе жатқан президенттің жанындағы отбасы, ана мен бала және демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның құрамы өзгергелі күн тәртібіне қойылатын бірде-бір мәселе өз деңгейінде шешілмейтіні Сана Сарбас қызын алаңдатып жүрген. Осыдан бір ай бұрын комиссияның отырысында Қазақстанның жетім балаларын шетелдің азаматтары асырап алу құқығы жайлы мәселе талқыланатын болды. Сана Сарбас қызы салған жерден қарсылығын білдірді. Қай уақытта қазақ жетімін жылатып, жесірін қаңғыртқан. Мен еш уақытта бұл ұсынысты қолдамаймын, түбегейлі қарсымын. Шашы қызыл түске боялған, бойы аласа, орта жастағы әйел қызарақтап орнынан тұрды. Бибана, мен кеше ғана Америкадан келдім. Америкада тұрып жатқан балалардың тұрмыстары мен біздің жетімдеріміздің тұрмысы жер мен көктей. Білмей тұрып байбалам салғаныңыз қалай? Америкада менің шаруам қанша? Біз неге жетім деген сөзді түбегейлі құртумен күреспейміз? Қазақта жетім болмаған, сіз оны білесіз ғой. Өзіміз егемендік алдық. Екінші астанамыз күннен күнге көркейіп келеді. Қазақстанның байлығындай байлық жер жүзінде жоқ. Шетелге балаларымызды қаңғытқанша, неге жетімдер үйін жабу туралы әңгіме бастамаймыз? Президентіміз бізді өзінің қамқорлығына алып отырғанын пайдаланып, біз неге ұлтымыздың бар қасиетін қайтаруды ойламаймыз? Ұлттық комиссияға не үшін мүше болып отырмыз? Біздің кәдуілгі шенеуніктерден түк те айырмашылығымыз болмай бара жатыр ғой. Айтыс көпке созылып, ақыры алдындағы қағаздарын сөмкесіне салып, егер жетімдерді шетелдіктердің асырап алуына еркіндік берілетін болса,
Мені бұдан былай көрмейсіздер деп жиналысты тастап, аяғын сүйрете басып шығып кеткен. Көрмегенім Астана болсын. Алматыға келгеннен кейін бейбана қоғамның басқарма мүшелерін жинап, көрген білгендерін алдарына жайып салды. Салған жерден ашуларын беттеріне жинаған мүгедек аналар. Бейбана, бұл мәселені естіп біліп отырып жайбарақат отыра алмаймыз. Баспа беттеріне мақала жазып, теледидарға шығып қарсылығымызды білдірейік десті. Бірнеше күннен кейін Қазақстан қонақ үйінің конференц залында кезектен тыс құрылтай өткізіліп, үндеу қабылданды. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті халық қалаулылары, біз асырауында кәмелетке толмаған балалар бар мүгедек аналардың республикалық бейба ана қоғамының кезектен тыс құрылтайының делегаттары, жүрегімізден жарып шыққан үндеуімізді үлкен үмітпен жолдап отырмыз. Жетімектерімізді асырап алуға шетелдің азаматтарына еркіндік берілетінін естігелі тауқыметімізге тауқымет қосылып жатыр. Сонау Отан соғысы жылдарындағы қиын қыстау кезеңде біздің халқымыз аштығына, жалаңаштығына қарамай, қаншама соғыс өрті шарпыған әр өңірден келген қарияға да, әйел мен жастарға да, ата-анасынан айырылған тұлдыр жетім балаларға да төрінен жай беріп пана болды. Бір үзім нан болса да, қонағының аузына тосатын қайырымдылық қазақтың қанымен бірге жаратылғанын мақтан ететінімізді ешкім жоққа шығара алмайды. Қазақ жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған. Қаншама қиындықты бастарынан өткізіп жүрсе де, бірде-бір мүгедек ана баласын жетімдер үйіне өткізбеген. Ауылдық жерлерде бір балаға зар болып жүрген, бірақ бала асырап алудың қияметте қитұрқы жолдарынан шаршаған ата-аналар жеткілікті. Сондықтан Қазақстанның азамат-азаматшаларының жетім баланы асырап алуына жеңілдік беретін заң шығарылуы тиіс. Егер Қазақстанның бала асырап алатын азаматтарына жағдай жасалынып, әр үйге 10 баладан берілсе, жетімдер үйі деген сөз түбегейлі жойылар еді. Бірде-бір ана 10 баласының бірде-біреуін шетелге жібере алмас еді. Шетелге бала асырау деген жетімдер үйі арқылы жүргізіліп жатқаны ешкімге жасырын емес. Сондықтан да жетімдер үйін жабуды қолға алу керек. Жетім балалардың шетел асуын қолдап отырғандардың өз есеп-қисаптары бар екені анық. Бір уақытта оның да беті ашылар. Әділет министрлігінің мәліметі бойынша 1999 жыл мен 2001 жылдың аралығында 1797 баланы шетелдіктер алып кеткен екен. Ешқандай патшалық халықты қолынан жасап ала алмайды. Шетелге кетіп жатқан балалар сол халықтың бір бөлшегі. Бір баланы шетелге жіберу, қазақтың бір азаматын құрбандыққа шалу деген сөз. Бұл біздің жүрегімізден шыққан жан айқайымыз. Жылдан жылға көркейіп келе жатқан еліміздің болашағына сенеміз. Тек қана сәл шыдамдылық қажет. Егер біздің қол-аяғымыз бүтін болса, бір баладан асырап алар ек, бірақ біздің жүрегіміз кең болғанымен өзіміз кемтармыз. Шетелге бірде-бір жетім баланың жіберілмеуін және жетімдер үйінің жабылуын шешетін заң қабылдануын халықтың қалаулыларынан өтінеміз. Біздің жан айқайымызға көңіл аударсаңыздар екен. Үлкен құрметпен, асырауында балалары бар мүгедек аналардың республикалық бейба ана қоғамының кезектен тыс құрылтайының делегаттары. 3 наурыз 2002 жыл. Алматы қаласы, Қазақстан қонақ үйі. Әкімшіліктің есігінен шыға бергенде, Зәуре Жүсіпқызын көріп түнерген бұлттың арасынан шыққан күнді көргенде қуанған сана саламатсыз ба деп құшағын жайды. Сені әкімнің алдында екеніңді естіп әдейі күтіп тұрмын. Жүр, төменге барып шай ішіп сөйлесейік. Жүрегіме сыймай бара жатқан жаңалығым көп. Менің де жаңалығым аз емес, жарайды. Бірімізге біріміз 1-2 сағат уақытымызды арнайық. Көк шайдан бір ұрттаған Зәуре Жүсіпқызы. Ең алдымен сен маған мынаны айтшы. Неге сен президенттің жанындағы ұлттық комиссиядан кетіп қалдың деді. Мен кеткен жоқпын. Мені кетуге мәжбүрледі ғой. Анан айтуға болмайды, мынан айтуға болмайды дейтін жердің ауасымен демалудың мен үшін қиын екенін өзімде сезіп жүргенмін. Комиссияның құрамында соңғы кезде 100 адам атын білмейтін бикештер көбейіп кетті. Біздің әрқайсымыз президенттің таңдауымен ұлттық комиссияға мүше болдық. Енді ай сайын ол комиссияның құрамына қабылданып жатқан бикештерге
Президент қолын қойып жатыр дегенге мен сенбеймін. Әрине, олардың күн тәртібіндегі мәселелерінің шешімдерін қолдамадым. Олар не айтса соған басымды шұлғи алмадым. Жетім балаларды шетел азаматтарының асырап алуға құқы бар деген мәселе талқылана бастағаннан-ақ қаным басыма шауып, ол мәселені қолдамайтынымды ашық айттым. Президент пен халықтың қалаулыларына арнаған мүгедек аналардың үндеуі олар үшін бомба болды. Сол күннен бастап маған қырын қараушылар көбейді. Олар Америкада тұрып жатқан біздің балаларымыздың суреттерін көрсете бастағаннан мен біріншіден, неге біз жетім балаларымыздың жетім деген сөзден құтылу жолдарын іздестірмейміз? Екіншіден, 2 жылдың ішінде мұхиттың ар жағына өткізілген 1797 баланың бәрінің өмірі сіздер айтып отырғандай керемет емес екеніне сіздер ешкімді сендіре алмайсыздар ғой дегеніме де құлақ асқан жан болмады. Сол сәтте орнымнан тұрдым да жиналысты тастап шығып кеттім. Енді мен ол комиссияның мүшесі емеспін. Бұл қалай? Неге Нұрсұлтан Әбішұлына хат жазбадың? Не деп жазамын? Президентке Бибана денсаулығына байланысты арыз берді дегендерінде естідім. Президент әлгілердің сөзіне сеніп жатса, демек, менің орным соншалықты үңірейіп тұрмаған шығар. Сосын, шынымды айтсам, айына бір рет Астанаға шаршап шалдығып барасың да қайтасың. Еш мәселе шешілмейді. Жиналыстың үстінде әлгі бикештер бірімен бірі сыбырласып, үйлеріндегі қымбат мебельдерін, алтын бриллианттарын әңгіме етіп отырады. Бір рет біреуіне: жаным, сен мебель дегеннің не екенін білмей тұрғанда, менің үйімде арабтың әшекейлі мебельдері тұрған. Сен алтынның не екенін естімей тұрғанда, мен құлағыма бриллиант таққан жанмын. Бұл жерге біз не үшін жиналып отырғанымыздан хабарыңыз жоқ сияқты дегенім үшін сол ханым мен туралы әртүрлі қауесеттер таратып жүр екен. Осыдан кейін не айтуға болады? Саған мінездеме беретін кімдер екен олар? Сенің кім екеніңді халық біледі. Тегі жоқ адамдар тепіреңдеп басымызға шығып жатыр ғой. Кеше күнін көре алмай жүрген біреулер байып алып, 40 жыл отасқан әйелдерін, балаларын жылатып еңіретіп тастап кетіп, тоқал алып серуендеуде. Ойпырмай десеңші. Оларынан да ештеңе шықпайды. Олар тарихты білмейді. Бәйбіше келісім бермесе, себепсізден себепсіз ол заманда да бірде-бір еркек тоқал алмаған. Ол заманда бәйбіше мен тоқалдың міндеттері өте қатты ескерілген. Қазіргі бәйбіше емес, тоқал емес. Есесіне балалары жапа шегеді. 2 әйелден туған ұл 2 рулы ел болады дегенді де біздің аталарымыз тегіннен тегін айтпаған. Біздің тоқал алғыш азаматтарымыздың көпшілігі совет дәуіріндегі партияның қыспағынан шыққандар. Ол кезде бір шенеунік әйелінен ажыраса алмайтын. Партияның талабы солай болды. Енді еркіндік қолдарына тиген соң жалпағынан басып жүр. Әртүрлі жолмен байып алып, жас тоқал алып, ақырында барынан айырылып, ажалынан бұрын өліп қалып жатқандары да аз емес. Алуан түрлі мәселелер болып жатыр енді. Жақында теледидардан Саяның сұхбатын тыңдап мәз болып қалдық. Өзіңнен айнымайды. Саяның опера режиссері болып, оның үстіне Томиристі үлкен сахнаға дайындап жатқанын естіп қуанып қалдық. Томиристің тауқыметі де аз болмады. Қызым либреттосын дайындап қойған соң композитор іздедік. Министрліктен Томиристің музыкасына қаражат жуық арада бөліне қоймайтынына көзім жеткен соң, Ақтөбенің әкімшілігімен туыстарым 60 жылдығыма сыйлаған $40,000 қызыма бердім. Қазақстаннан композитор таба алмай, ақыры бірнеше жылдан бері Америкада тұрып жатқан өзіміздің атақты әншіміз Ермек Серкебаевтың баласы Алмас Серкебаевпен келісім шартқа отырдық. Еңбегіміз қайтқан сияқты. Мәдениет министрі залда отырғанда менің жаныма келіп, қолымды сүйіп: Бибана, құтты болсын. Билет таба алмаған талай адам кіре алмай тұрғандарын көрдім. Ертеңге де билет жоқ екен. Бұл енді опера театры құрылғалы болмаған жағдай. Құттықтаймын деді. Төбем көкке, бірақ ел жетпей қалды. Сенің Астанаға кеткенің маған өте қиын болып жүр. Телефонмен мазалай беруге шынымды айтсам ыңғайсызданамын. Оныңды қой. Кез келген уақытта күндемей түндемей хабарласа бер. Үйдің телефонын білесің. Сана үйіне қайтып келе жатып: о Алла, Зәуреде аналарды көбейте көр. Зәуреде аналарға ұзақ ғұмыр бере көр деп тіледі.
Алматы қаласының әкімі ауысқанын біліп жүрген. Жаңа әкімге хат жазып, өзін қабылдауын өтінді. Арада бір жеті өтпей әкімнің көмекшісі хабарласып, сізді ертең сағат 2-де Ғалибек Құсмағамбетов күтеді деді. Өзін есіктің алдында күтіп тұрған Ғалибек Жаналиевичті көріп, сана қолын ұсынып, сізбен таныспыз ғой, орныңыз құтты болсын. Халқыңыздың жалшысы болатын әкім болуыңызға тілектеспін деді. Белі қылдырықтай әдемі қыз алдына әкеліп қойған шайды ұрттап отырып, сана әңгімесін бастады. Айналайын-ау, адам деген, оның үстіне өзі бастық болса неден қорқады? Айтатынын салған жерден ашық айтпай ма? Кезінде президенттің бұйрығымен қаланы кезіп офис іздедік. Қазіргі отырған офисімізді қалаған себебіміз өзі орталықта, өзі бірінші қабатта, іргесінде автобус аялдамасы бар. Сол автобустың аялдамасында біреулер бір түнде алып тастап, оны қайтадан орнына қойдыру үшін де талай хикаяны басымнан өткізген едім. Соңғы 2 жылда мен бір жаққа сапарға шығып кетсем болды. Біресе оң жағымызға, біресе сол жағымызға біреулер баса көктеп кіріп алады. Күннің құйрығында күміс жылтырайды деп, біздің жылт еткен дүниемізді тартып алуға талпынатындар көбейіп тұр. Енді бір мықты, біз бірінші қабатында отырған 12 қабат үйді түгелімен сатып алып, 16 қабатты үй тұрғызбақ көрінеді. Төбемізде әңгір таяқты сол мықтылар ойнатуда. Мен, Бибана, жаңа келіп жатырмын. Әзірге ештеңе естіген емеспіз. Біз ол жерден кете алмаймыз, себебі ол жерде студенттерімізге арналған асханамыз бар. Олардың сабақтарын дайындайтын компьютермен жабдықталған бөлмелер бар. Мүгедек аналардың тігін цехы бар. Бірнеше жылдан бері өз үйлерінде келіп шүйіркелесіп отырып шай ішетін арнайы бөлмелері бар. Мен міндетті түрде мүгедек аналармен кездесемін. Бір күн бұрын өзіңізге хабар береміз. Қайта өзіңізді мазалай бермеу үшін тағы 1-2 шаруамды айта кетейін. Бірінші топтағы мүгедек ана жатақхананың аядай ғана бөлмесінде бірнеше жылдан бері төсек тартып жатыр. Өзімен бірге ержеткен 2 ұл тұрады. Сол Сәулеге 2 бөлмелі пәтер керек. Өзінің кезекте тұрғанына 7 жыл болыпты. Жатақхана Әуезов ауданына қарайды. Әуезов ауданының әкімін ертіп барып көрсетейін деп ем, азар да безер болып барудан бас тартқаны былай тұрсын, менің өзімді кінәлады. 5-ші қабатқа мен мына аяқпен бірнеше рет шықтым, ал ана құлыншақтай ойнап тұрған әкім қарсы алдында отырған Ғалибек Құсмағамбетов алдындағы қаптаған телефондардың бірінің тұтқасына қолын созды. Сенің ауданыңда тұратын мүгедек ананың мүшкіл жағдайын айтып, Бибана сенің алдыңа барды ма? Барса сені қонаққа шақыру үшін бармаған шығар. Бибана бізде біреу ғана. Қазір сол үйдің алдында Биба ананы күт, сосын маған хабарлас. Алдына келіп тоқтаған көліктің есігі ашылысымен Сана Сарбаз қызының қолтығынан демеген кішкене әкімнің бұрынғыдай емес, еңсесі түсіп қалыпты. Баспалдақтармен әзер көтеріліп келе жатқан Сана Сарбаз қызының аузы тынар емес. Мен ғана емес, мүгедектердің барлығы осылай баспалдақ атаулының тауқыметінен ақ шаштары ағарып жүр. Дені сау кезінде 4-5 қабаттан пәтер алғандар кенеттен мүгедек болып қалғаннан кейін сол пәтерлерін 1 қабатқа немесе лифтісі бар үйлерге ауыстыра алмай зар еңіреумен күндері өтіп жатыр. Бұл да сендердің кезек күттірмей қолға алатын шаруаларың. Дұрыс айтасыз. Сәуленің есігі ашық. Сәуле, біз келіп қалдық. Бибана, мына кісі Әуезов ауданының әкімі, сенен танысайын деп келді. Кішкене әкім қолқасын ататын иістен әзер шыдап тұрған сияқты. Сырт айналып, бет-аузын аппақ бет орамалымен сүрте береді. Бибана, бәрін көріп тұрмын, бәрі түсінікті ғой. Әкімге айна қатесі жеткіземін. Бізге керегі де сол. Сәуле, қаланың әкімі Ғалибек Құсмағамбетовпен кездесіп, сенің жағдайыңды айттым. Жаным, Бибана, өзің аман болшы, жарығым Бибана. Өзіңді көргелі өмір сүруге деген құлшынысым артты. Міне, өлейін деп жатқан жанды аяғына тұрғызатын мына сіздің кітабыңызды бір көршім тауып әкеліп берді. Атын қалай тауып қойғансыз? Туыстарымның бәрі осы кітапты таба алмай жүр екен. Өзімде де кітаптың бір данасы да қалмапты. Биыл тауқыметті аяқтайтын болармын. Сосын өзіңе қолтаңба жазып әкеліп беремін. Қолқаны алған иіске әзер шыдап тұрған кішкене әкім есікке қарай ығыса берді. Сәуле, әкім алдыңа келіп тұрғанда қажетті өтінішіңді айтпайсың ба?
Өзің айтасың ғой, мені кім тыңдаушы еді. Үй алсаң, ол үйдің балконы болады. Сосын сол балконда ауа жұтып, демалып отыру үшін саған қоларба әкеліп береміз. Арада 2 ай өтпей Сәуле Алматы қаласының әкімі Ғалибек Қосмағамбетовтің шешімімен Жұлдыз ықшам ауданынан 2 бөлмелі пәтерге ие болды. 2 үлкен балконы бар. Ас ішетін бөлмесі мен бөлмелері де кең екенін көрген Сананың қуанышында шек болмады. Сана әкелген қоларбаға 2 ұлы көтеріп отырғызып, аналарын балконға шығарып еді, Сәуле көзін жұмып талқысып кеткендей болды. Бірнеше жыл күннің сәулесін көрмеген Сәуле біразға дейін өзіне өзі келе алмады. Күздің жаңға жайлы, мамыражай ауасымен көкірегін кере демалып, көзінен аққан жасқа ерік беріп отырған Сәулені арқа жағынан құшақтаған Сана: «Жер жүзінде бақыт көп, жаным, жылама, әлі көрер бақытың алдыңда», деді. Жазушылар одағының әр құрылтайының алдында үлкен науқан басталады. Ол науқанның негізгі қызметі Жазушылар одағының жаңа басшысын сайлау. Бұл аталмыш одақтың басшылары еш уақытта ешкімге жаққан емес. Қайткенде де әрбір жерде бір топ ұйымдасып, әрқайсысы өздерінше басшы сайлап алып жатады. Әр топ өздерінің сөз өтетін адамдарын жинайды. Сана өзіне телефон соққандардан: «Жарайды, сонда кімді сайламақшысыңдар?» дегеніне үнемі «Бар ғой, табылады ғой» деген жауап алады. Ешқайсы ешкімді атап, түсін түстеп айта алмайды. Қоғамдық ұйымды басқарудың оңай емес екенін өзі жақсы білгендіктен өзіне қоңыраулатқандарға Жазушылар одағы өзін өзі қаржыландыратын, ішкі саясаттарын өздері шешетін қоғамдық ұйым. Бұл басшы Жазушылар одағына ең қиын уақытта келді. Анау тарап кеткен 16 республиканың ішіндегі кеңес дәуіріндегі одақты сақтап қалған Қазақстан ғана екен. Ол енді бірден бір қазіргі басшының еңбегі. Соттасып жүріп жазушылардың шығармашылық үйін қайтарып алды. Тағы да басқа дүние мүліктерін сақтап қойыпты. Сотқа біздің біреуіміз барған жоқпыз ғой. Отбасында отырып алып біреуді даттайтын адамдарды мен қолдай алмаймын деген жауабы біраз жұртқа ұнамағанын естіп, мақала жазуға отырды.